ұстаз, орамал тақпаған қызбен неке қию керек па? Енді сен себепші болмайсың ба тақтыруына? Ол қазақтың салтында да келін үйге келгенде не істейді өзі? Поздравляй, келін болуыңмен демейді ғой, орамал тағады қазақта. Сол орамал жоқ қызға орамал тағады. Қандай жақсы дүние. Сондықтан біздің салтымызда да бар дүние. Орамал тақпаған қызға үйленсең, бірақ ана зорлап, ла икраха фиддин, дінде зорлық жоқ, зорлап, ұрып, соғып келтірмеу керек, Жолдасым намаз оқып анаша шегіп қойды дейді. Намазы бұзылғаны ма дейді. Енді мас кезінде аузына не кіріп, не шыққан білмейтін дәрежеде мас болып оқыса намаз өтпейді ондай адамдардың. Мастығы кеткен болса, бұрынғы өткен намаздар өтті. Енді кейінгі намазында қарап көру керек. Ұл табу үшін не жасасам болады? Дұға оқу бар ма, қандай дұға? Ұл табу үшін Құдайдан сұрап дұға қыл. Содан кейін, ей Алла де, маған болашағыма, дүниеме, күйеуімменен келешегіме және ақыретімізге қайсысы перзент қайырлы болса, маған соны бер деп сұра. Алла өзі біледі, өзі шешеді. Алла өзіне қалған салған жақсы да. Алла өзі біледі. Маған ұл қайырлы болса, ұл берді. Қыз қайырлы болса, қыз қайырлы. Біз ұл сұрай береміз, бірақ Алла тағала біледі да, ұлың ертең сені қарамай қоюы мүмкін. Мысалы айтайық, бір бұзақылық қылып жүрегіңді ауыртып институтты салып қоюы мүмкін. Бізге қайсысы қайырлы болса, соны берді. Өзі атаң қазақ бұны Құдай бала берсең, сана бермесең шетін қайтын ала бер деген сол бекер емес. Сынған ыдысты бастан айландыру дұрыс па? Үйді шөппен аластау дұрыс па? Шелпесек пісіруші дейді. Шелпекке тиіспе қызым, бұл қазақтың салты, Құран оқыту, бұл садақа. Ал енді үйді шөппен аластаған кезде үйдің шөбі жаңағы дезинфекция, немесе жаңағы үйді ароматерапия ретінде болса болады. Ал енді кесені басынан айландырса, отырғызып қойып жаңағы, нағып сындырдың. Мына кесемен басына бетсе, онда сылдан шыққан. Ал енді осы кесемен бірге кетеді, шынған кесемен бірге кетеді десе, итак кесеніңіз кетіп баратқанда ол не алып кетеді байқұс? Ештеңе алып кетпейді, ол тұрмақ қой алып кетемейді. Кейбіреулер жаңағы құрбан шалған кезде бір мал сойып, бір бәле сомен кетсін деп, қойдың қасына тұрып алып бәрін айтады екен. Қойға ала кет, енді құр кетпей, мына бәрін ауруды ала кет, бір ауырып қалып едім, сол ауру семен кетсін деп. О, қой өз жанын өзі сақтай алмаған, сен ауруыңды қалай сақтайды? Ал енді садақа ретінде қылып таратса, басқа мәселе, қайыр дұға болады. Пайғамбарымыз дейді, Айша анаға, ана 9 жас жерінде үйленді. Ол өтіріксіз. Ол дінсіздердің шығарған мазақ сөзі, ондай сөз жоқ. Ешкім 9 жаста үйленбеген. Дәретпен сүре оқи беруге бола ма? Бой дәрет алу керек па? Кітап күйінде ұстасаң, қолына кітап, Құранды, мұсхаф күйінде, онда дәретті болу фарыз. Ал енді жаттаған Құранды оқысан болады, лекен дәретпен оқысан сауапты болады. Тұрмысқа шығып кеткен қызға сыйлық алып берсе, зекет қылып есептеуге бола ма дейді. Болады, бауырға істелген садақа болады. Бірақ әңгіме ол сен зекетіңе мұқтаж ба деген гәп бар. Жалпы зекетті мұқтаж адамға берген дұрыс, бірақ сол мұқтаждықтың ішінде ағайын, бауыр, қарындасқа берсе жақсы болады. Ағайындық, бауырлық күшейеді. Күйеуге тиіп кетті ғой ол, оның семьясы бөлек қой деп жүргендер бар. Айналайын, күйеуге тиіп кетті деген сөз өліп кетті деген сөз емес. Күйеуге тиіп кетті деген сөз басқа планетаға кетті деген сөз емес. Қарындастыққа подарка берсең, күйеу бала да қуанады. Біреу алып тұрса кім қуанбайды? Мынау бізді поддержка жасап жатыр, ол да риза болады. Қазақ намаз оқымаса, маған бауыр қарындас бола ма? Болады, конечно. Намаз оқымақты арақ ішсе де сенің қарындасың болады. Маған десе тәңірші болып кетсе де сенің бауыр қарындасың болады. Күнәһар болса да, сотталса да сенің бауырың, өліп қалса да сенің бауырың, жердің астында жатса да сенің бауырың. Өйткені ол бөтен емес. Олай қазақта намаз оқыған, намаз оқымаған деп елді, ұлтты екіге бөлмеңіздер. Басымыз біргемей жүргенде. Мұсылманның айыбын білмей жасаған күнәсін айтуға бола ма? Біліп жасаса да, білмей жасаса да, біреудің айыбын ашқан жақсы емес. Құдай сенің айыбыңды ашып берсе не болады?
Мән сатара ахаху сатарахуллаху лияумал қияматан. Кімде-кім бір бауырының айыбын жасырса, Алла сенің айыбыңды жасырады дейді. Не қыласың? Айттың, шығарып жамандадың, өз бауырыңды өзің интернетке шығардың. Ең шықтым, қайық шуын қанат. Болды ма? Бәрі күлейді, табылады. Сен де соның бауырсың, сен де бөтен емессің, бір әке, бір шешен тараған. Әке шешең тірі болса позор, өлген болса қабіріне салмақ. Басқа ештеңе емес. Несін жамандайсың? Ол мен бауырым, ана кейбір болады, мен жақсымын дейді. Мен бауырым ше, қарнасы ол жаман дейді. Олай емес, сен де жамансың, сонымен бірге туылғансың сен. Сондықтан олай жақын жалғыз қалатын адам жақынын жатқа сатады, кедей болатын адам биесін атқа сатады деген. Сондықтан жақсы болсын, жаман болсын, ол сенің бауырың, қарындасың. Жақсысын асыр, жамандығын жасыр дейді қатан қазақ. Жаңа өмірге келген сәбиге қайтқан жақын ағаның есімін қою дұрыс па? Бәріміздің атымыз өлген адамның аты. Өлмесе өлетін адамның аты. Бұл дүниеде мәңгі ештеңе жоқ. Саған дейін ол аттың иесі болған, сен буквамен құра барсаң да бәрібір қалай болғанда да өмір уақыт нәрсе. Аттан жаңағы соның бір нәрсесі өтіп кетеді. Ол да мысалы бір адам сәби күйінде қайтыс болса, соның баласын өзінің атын, сол атты мынаған қойып болса, бұл да сәби күйінде өліп қалады деген сөз. Қате сөз, ол надандық сөз, ондай сөз жоқ жаным. Ассалаумағалейкум, 14 жаста күнәлар кешіріле ме дейді. Кешіріледі десем, істеп алайын деп бәрін бітіріп күнәнің бәрін жасап, соны 15-ке келгенде ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату деп отырайын деп конечно жазылады. Еще қалай жазылады? Келінім 6 жылдан кейін босанып еді. Балар емесе жатыр дейді. Қандай дұға оқыған дұрыс? Намаз оқыңыз. Алла тағала осы себеппен намазға жықсын сізді. Намазға жықсын. Қазір дұғаны үйретсек, сіз дұға оқисыз, балар емеседен шыққаннан дұға оқымай қоясың. Намаз бастасаң, намаз өмір бойы. Алла ең болмаса сәбидің реанимация жатқаны сізді Аллаға хидаятқа алып келсін жаным. Бірақ Аллаға шарт қойғанда условия қойма. Баланы шығарсаң, мен намаз оқимын деп айтпа. Алла өзі біледі. Қайырлысы Аллах тағала өзі шешеді. Менің туған күнім 26 бақырымның қайдан осы цифрларды оқытуға болады? Өйткені бұл сандар онша емес екен. Өмір қиын болады дейді. Ештеңе қиын болмайды. Вот сен соған сенгенің үшін қиын болады. 16-сында міне былай адам туылды. Бәрінің өмірі күшті болады. Сен де өмірің күшті болады. Ол санға байлама. Күйеуімнің есімін ұлыма қойсам бола ма? Жақсы емес. Күйеуіңнің есімін балаға қойған болады, бірақ біздің сартымызбен жақсы емес. Мысалы, сен балаға кішкене бақырасың ғой. Кішкене еркек көрсетесің әкесі кеткенде. Мысалы, күйеуің аты Рүстем, балаңның атын Рүстем қойды қойың. Младший Рүстем, старший Рүстем болады. Сен кішкентай Рүстемге бақырасың. Ей! Атаңның басы Рүстем дейсің. Сен көзді ана катта Рүстемнің жүрегі жарылып береді, осы ұрлау дейді. Бер Рүстем, сен бақсы екеуі жүгіріп кетіп шошып. Екі Рүстем шақырсаң, мысалы, екі Рүстемді. Ана кішкентай Рүстем шақырасың, но фактически дәу Рүстем жүгіріп келеді, қорықпаған сенен же. Пұтына жіберіп қояды байқұстар, екі жақтан. Бір адам таяқ жесінде сенен екі Рүстем қорқып отырмасын. Сондықтан олар қойма. Басқа ат жетеді ғой, миллиард жеті ат бар. Намаз оқып бастадым, таң намазының парызды ғана оқып жүрмін, білмейіппін. Осы мен сүннет туралы түсіндіресіз бе? Парыз деген Алланың бұйрығы, сүннет деген Пайғамбар саллаллаху алейхи бұйрығы. Екеуінде бөліп жармаймыз, екеуінде оқимыз. Не айырмашылығы ракат сандарында болу ықтимал, және ең бірінші шарты ниетінде айырмашылық. Ішінде кішкене өзгерістер бар, енді бір жерде сүннет қосымша сөйле оқылады, оқылмайды деген сында. Асыр уақытысында қаза намазын оқуға бола ма? Болады. Асыр мен ақшамның ортасында нәпіл намаз оқымайды, дополнительный. Бірақ парыз намаздар оқыла береді. Депрессиямда қалай шықсам болады? Аллаға табыстап қойсын депрессиямды. Сол депрессияға кіргізген Алла, Алла өзің алып шық дейсің де, Аллаға беріп қой. Депрессия Аллаға, Алланың күніне. Түсімде көп жыландар көре берем. Дұға қылыңыз, Алладан сұраңыз. 25 жас мүшел жас тұрады. Мүшел жас намаз оқып, құлшылыққа келіп, өміріңді мүшелдеп, өзгертіп, күнәні тастап, жақсылыққа бет бұруға себепші болған уақыт болып табылады.
тахаджуд намазын қай уақытта оқыған дұрыс? Өзінің уақытысы бар, түннің 3-тен 1 бөлігіне бөлесіне сол уақытта оқи бересің.